Төре және оның киімдері. Бір күні төре балабақшадан үйге келді. Күн өте көңілді, төре қуанышты жағдайда балабақшадан шықты. Ол достарымен жақсы уақыт өткізіп, жаңа ойындарды үйренді. Бірақ үйге келгенде оған бір нәрсе ескертілмегендей көрінді. Төре есіктен кіргенде аяқ киімдерін шешіп, оларды кіреберісте тастап кетті. Содан кейін киімдерін де жөн жосықсыз лақтыра салды. Төре бірден ойыншықтарын алып, олармен ойнауға кірісті. Анасы ас үйде тамақ дайындап жатқандықтан төрені қарсы алды да ас үйге қайта кірді. Анасы тамақ дайындап болған соң балалар бөлмесіне келді. Төре барлық заттарын шашып, ойыншықтарымен ойнап жатыр екен. «Төре, не істеп жатырсың?» деді анасы. Төре қуанышты жүзбен «Ойнап жатырмын» деп жауап берді. Анасы: «Бірақ сен аяқ киімдеріңді жинап, киімдеріңді дұрыс іліп қоюың керек. Үйде тәртіп болуы тиіс. Бұл сендердің маған көрсеткен көмектерің», деді. Төре анасының сөздеріне құлақ аспай ойнауын жалғастыра берді. Кенет Зере ішке кіріп келді. Ол төренің шашылған заттарына қарап таңданды. «Төре, неге тәртіп сақтамайсың? Өз затымызды жинап жүргеніміз дұрыс». Төре жауап берместен ойнауын жалғастырды. Зере басын шайқап, төреге көмек көрсетуге шешім қабылдады. «Мен саған көмектесемін. Кел, алдымен аяқ киімдеріңді жинайық». Содан кейін Зере төренің аяқ киімдерін жинап орнына қойды. Төре оған қарап таңырқап: «Неге менің заттарымды жинап жатырсың?» деп сұрады. «Өйткені біз үйде тәртіп сақтауға көмектескеніміз маңызды», деді Зере. Төре ойланып қалды. Ол Зеренің айтқанын түсінді. «Я, дұрыс айтасың, мен де көмектесемін». Содан кейін Төре киімдерін жинап, оларды шкафқа іліп қойды. Екеуі де көңілді әрі күлкілі түрде өз заттарын жинады. Анасы балалардың әрекетін көріп, қуанып: «Балалар, жақсы істеп жатырсыңдар, көмектесу тамаша», деді. Сол күні Төре мен Зере үйде тәртіп сақтаудың қаншалықты маңызды екенін түсінді. Олар болашақта әрдайым тәртіп сақтап, бір-біріне көмектесетін болып шешті. Қорытынды: үйде тәртіп сақтау маңызды. Бірге жұмыс істегенде бәрі де жеңіл әрі көңілді болады. Әр адам өз артынан жинап жүру — бұл құрмет, әр адамның еңбегін бағалау.